Облыстық әкімдікте ішкі істер департаменті қызметінің өткен жылғы жұмысы қорытындыланды. Жиынға астаналық мейман ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Тұрғынбаевпен бірге облыс әкімі Ерік Сұлтанов та қатысты. Ең алдымен сөз алған ішкі істер департаментінің бастығы 2015 жылдағы көрсеткіштерге тоқталды. Зачетный период зарегистрировано 10 103 преступления. Өткен жылы 10.103 қылмыс орын алды. Қылмыстық істер 7%-ға артып, бұл көрсеткіш жеңіл қылмыстың арқасында өсіп отыр. Кейін есеп берген қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Бөкенбай Жүсіпов жазасын өтеушілермен жүргізіліп жатқан тәрбиелік іс-шараларға тоқталды. Бұл істе атқарылар жұмыстар да көп екен. Ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Тұрғынбаев жазасын өтеушілер арасында еңбекпен қамтылу жұмыстарына көңілі толмайтынын атады. Сөзінше, бұл істе барынша бизнес субъектілерімен жұмысты жетілдіру керек. Дегенмен министрдің орынбасары өңірлік құқық қорғаушылардың жұмысына оң бағасын берді. Теперь участковый будет отчитываться перед населением, начальник местной полицейской службы будет отчитываться перед населением и начальник. Елбасының тапсырмасымен енгізілген өзгешеліктерге сәйкес учаскелік инспекторлер, жергілікті полиция қызметінің бастығы халық алдында есеп береді. Өздері жеке кездесулер ұйымдастырып, қандай нақты жетістікке қол жеткізгенін айтып отырады. Кейін жиында сөз алған өңір жетекшісі облыстық ішкі істер органдарының алдағы жұмысына бірқатар міндеттерді жүктеді. Жаңадан құрылған жергілікті полиция қызметінің алдына бірқатар мәселелерді қойды. Большая роль в решении этих задач отводится местной полицейской. Жергілікті полиция қызметіне алдағы тапсырмаларды орындауда артылар жүк ауыр. Елбасы Нұр Отан партиясының 16-шы съезінде полиция қызметінің дәрежесін көтеру керектігін атап өткен болатын. Жедел жиын соңында үздік учаскелік инспектор, үздік тергеуші мен үздік жол патрульдік полиция қызметкері облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болды.